сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формулалары. Келесі формулаға назар аударайық. А плюс Б-ның квадраты тең А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Яғни, екі өрнектің қосындысының квадраты. Бұл жерде балалар, екі өрнекте отырғанымыз, бірінші өрнегіміз А, екінші өрнегіміз Б. Яғни, екі өрнектің қосындысының квадраты, бірінші өрнектің квадраты, плюс екеселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі, плюс екінші өрнектің квадраты. Демек, А плюс Б квадрат тең А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат деген формуланы есімізге сақтаймыз. Келесі, екі өрнектің квадраттарының айырымы. Екі өрнектің айырымының квадраты бірінші өрнектің квадратына минус екеселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісіне плюс екінші өрнектің квадратына. Демек, А минус Б-ның квадраты тең А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат. Келесі формуламыз екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Демек, А квадрат минус Б квадрат тең А минус Б, А плюс Б. Яғни, екі жақшаның арасындағы көбейтіндісіне тең. Немесе бұл формуланы, балалар, жаңа үшінші формуланы, екі өрнектің квадраттарының айырмасын көбейткіштерге жіктеу формуласы деп те атайды. Келесі формуламыз А плюс Б-ның кубы. Демек, екі өрнектің қосындысының кубы. Бірінші өрнек ол тең. Бірінші өрнектің кубы қосу үш еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейтілген екінші өрнек. Қосу үш еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнектің квадраты. Қосу екінші өрнектің кубы. Келесі формуламыз екі өрнектің айырмасының кубы. Демек, А минус Б-ның кубы тең бірінші өрнектің кубы минус үш еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейтілген Б плюс үш еселенген А, яғни бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнектің квадраты минус екінші өрнектің кубы. Бұл төртінші, бесінші формулаларда, балалар, естеріңе сақтайтын бесінші формулада бірінші өрнектен кейін минус және ең соңында Б кубтың алдында минус. Ал төртінші өрнекте барлығы плюс екен. Келесі формуламыз екі өрнектің кубтарының қосындысы. Ол бірінші жақшада қосу болғандықтан назар аударамыз. Бірінші жақша осы екі өрнектің қосындысы. Екінші жақша бірінші өрнектің квадраты алу, бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосу екінші өрнектің квадраты. Яғни бірінші жақша А қосу болса, екінші жақша А квадрат минус АБ плюс Б квадрат. Келесі формулаға назар аударайық. А куб минус Б куб. Яғни, екі өрнектің кубтарының айырмасының формуласы берілген. Бұл екі өрнектің кубтарының айырмасы формуласы деп аталады. Яғни, ол кубтарының айырмасы осы өрнектердің айырмасын олардың қосындысының толымсыз квадратына көбейткенге тең. Демек, А куб минус Б куб тең. Минус болғандықтан бірінші жақшамыз А минус Б. Екінші жақша А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат деген формула естеріңде сақтаңдар осы формуланы. Келесі балалар, сендерге мынандай математикалық ситуациялық есеп беріледі. Тік төрт бұрышты тәріздес гүлзардың ұзындығы шаршы тәріздес гүлзардың қабырғасынан
6 сантиметр ұзын, ал ені 6 сантиметр қысқа. Енді мынандай сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Шаршы тәріздес пен тік төртбұрыш тәріздес гүлзардың аудандары қандай? Екінші сұрақ. Есепті шығаруда қай формуланы қолданады? Үшінші сұрақ. Қай гүлзардың ауданы кіші және қаншаға кіші? Төртінші сұрақ. Тік төртбұрышты гүлзардың ұзындығына тең шаршының ауданын тап және тік төртбұрыш еніне тең шаршының ауданын тап. Бұл жерде жаңағы біз өткен қысқаша көбейту формулаларын өздерің білетін, естеріңе сақтаған формуланы қолданып, мұқият есептің шешімін табамыз. Дұрыс шешімін табамыз. Енді балалар, мұқият қараңдар. Бұл жерде есептің дұрыс жауаптары, яғни жаңағы сұрақтарға дұрыс жауаптарын өздеріңдікімен тексеріңдер. Бірінші сұрақ. S тең x квадрат шаршының ауданы S тең x минус 6, x плюс 6 тік төртбұрыштың ауданы. Яғни біз бірінші сұраққа жауап беру үшін шаршының ауданынан тік төртбұрыштың ауданын азайтады екенбіз. Азайтуда біз қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Бұл жердегі x минус 6 көбейту x плюс 6 екі жақша бізге екі өрнектің квадраттарының айырмасын формуласын қолданамыз. Демек, жақша x квадрат, x минус 6, x плюс 6 деп отырғанымыз, x квадрат минус 36. Жақшының алдында минус болғандықтан плюс 36. x квадрат пен x квадрат тең 36 сантиметр квадрат. Екінші сұрақ бізде қандай формула қолдану керек болған? Яғни екі өрнектің квадраттарының айырмасы формуласын қолданады екенбіз. А квадрат минус b квадрат тең бірінші жақшамыз а минус b көбейту а плюс b. Осы формуланы қолданады екенбіз. Келесі үшінші сұрақ. Үшінші сұрақ бізде қай гүлзардың ауданы кіші және қаншаға кіші болатын? Демек, тік төртбұрышты гүлзардың ауданы кіші және қаншаға деп тұр? 36 сантиметр квадратқа кіші екен. Төртінші сұрақ. Тік төртбұрышты гүлзардың ұзындығына тең шаршының ауданын тап дейді. Және тік төртбұрыштың еніне тең шаршының ауданын тап дейді. Яғни бұл жерде біз бірінші s тең x плюс 6 квадрат, яғни бұл екі өрнектің қосындысының квадратын формуласын қолданамыз. А плюс b квадрат тең а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат деген формуланы қолданады екенбіз. Демек, x квадрат плюс 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі 12x плюс екінші өрнектің квадраты деп отырғанымыз 6-ның квадраты 36. Және s тең x минус 6-ның квадраты, яғни екі өрнектің айырмасының квадратын формуласын қолданамыз. А минус b-ның квадраты, а квадрат минус 2ab плюс b квадрат. X квадрат минус 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадраты. Демек, x квадрат минус 12x плюс 36. Біз бүгінгі өткен қысқаша көбейту формулаларын қорытындылау мақсатында оқу платформасындағы келесі сәйкестендіру тапсырмаларын орындайық. Яғни дұрыс жауаптарын табайық. Бірінші, b квадрат плюс 8ab плюс 16a квадрат деп отырамыз, b плюс 4a квадрат. Екінші есептің жауабы 2a плюс 4-тің квадраты. Келесі 16x квадрат минус 16xy плюс 4y квадрат, ол 4x минус 2y квадрат. Келесі мынау біздің формуламыз а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат, ол тең а плюс b-ның квадраты. Келесі
25y квадрат плюс 30xy плюс 9x квадрат. Оның жауабы 5y плюс 3x квадрат. Келесі 2a минус 3b-ның квадраты деп отырғанымыз 4a квадрат минус 12ab плюс 9b квадрат. Келесі a минус b, a плюс b. Ол бізде формула a квадрат минус b квадрат. Келесі a квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Бұл да біздің өткен формуламыз. Енді дұрыс жауабын осылай тексеріңдер. Сонымен балалар, біз бүгін қысқаша көбейту формулаларымен таныстық. Енді сендердің алдарыңдағы мақсаттарың осы формуланы жатқа біліп, ережелерін және жатқа біліп, естеріңе сақтап, алдағы уақытта есептерге тиімді қолдана біліңдер. Назарларыңызға рахмет.